арнасына қош келдіңіздер. Қалайсыздар достар? Бүгінгі көңілдеріңізді міндетті түрде комментарияға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Және де достар, бүгін бізде жаңа серия. Бұл серияның аты әпке және сіңілі деп аталады. Сіздерге бұл видео ұнайды деп ойлаймын, сондықтан да міндетті түрде лайк басып подписаться етуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз видеомызды бастаймыз. Және де достар, мен көп күнде видео түсірмей кеттім. Сол себепті кешірім сұраймын. Уақыт болмады дегендей, еще сабақ басталды, БЖБ алып жатыр қазіргі уақытта бізде. Және де идея да болмады өзімде бір жағынан. Сондықтан да кешіріңіздер. Ал мен семьямды таныстырып кетейін. Бұл мен. Мен ән айтқанды өте қатты жақсы көремін. Ол менің хоббиім. Өскенде мен әнші боламын. Яғни анама тартқам. Анам ән айтқанды жақсы көреді. Кез келген жерде айта береді. Тіпті кухняда болса да айта береді. Және де анамның жеп көретін нәрсесі шашылған жерді. Яғни именно біздің бөлмемізді көріп қалған кезде ұрысады. Келесі кезекте бұл менің сестренкам. Яғни Айша. Айша кітап оқығанды сүйіп жақсы көреді. Ол әкеме тартқан. Әкеммен бірге кітап оқып, тіпті жарысады ғой. Бұны қоя берсеңіздерші. Мынаны қараңыздар. Бізде тіпті кітапхана бөлмесі бар. Әкем мен Айша жарыса береді. Бәрібір Айша жеңеді. Себебі әкем жылап қалмасын деп Айшаны жеңгізе береді. Ой, қызым, молодец, сен жеңдің. Ал Айшаның жеп көретін нәрсесі ыдыс-жуу. Не болса да білмеймін, жинағаннан ыдыс-жууды жеп көреді. Ыдыс-жуу оған тіпті бір жау секілді. Яғни үй жинаудан қарағанда оңай. Маған ыдыс-жуу ұнайды. Ал менің отбасыммен таныстыңыздар деп ойлаймын. Ал ендеше біз бастайық. Айша, мына столдың үстін жинап қойшы. Кстати, Айша жұмсағанды жеп көреді. Бірақ мен оның жынына тию үшін жұмсай беремін. Және де жұмсай беремін. Мен жұмсағанды жақсы көремін, әсіресе Айшаны. Мына жақты жинашы, столдың үстін шашылып жатыр. Қазір анам келсе ұрсады. Ой, бір. Өзіңіз жинай бермейсіз бе? Ей, айқайлама маған. Мен кішкене жатып тынығып аламын. Всегда жұмсай береді. Бәрі жұмсай береді еще. Мені ғана. Так, мына жақты сүртейін. Енді. Болдым. Жақсы адамдарым. Так, мына кітапты да оқып болдым. Мынаны оқыдым. Мынаны қандай кітап қалып еді өзі? Жарайды. Оқыған кітабымды да қайтадан оқи салайыншы. Енді кішкене жатып демалайыншы. Ешкім жұмсамайтын сияқты. Айша, қайтадан мені жұмсап жатыр ма? Не болды, анашым? Барып ана жақтағы ыдыстарды жушы, шашылып жатыр. Жарайды.
Болды, мен де әкеммен кітап жарысып ойнаймын. Әке, кітап жарысып ойнайықшы. Аха, жарайды, қазір мен мына бір-ақ бет қалды. Соны оқып тастайын, осы кітапты біттім. Болды. Қандай кітап оқисың сен? Мен мынаны оқиын. Мен мынаны оқимын. Давайте, бастаймыз. 1, 2, 3. Мен біттім. Неге? Қызым, сен жеңдің. О, әке, рахмет. Ура! Мен жеңдім. Рахмет деппін ғой. Ура! Анашым, тағы мен жеңдім, Сүлейфа. Ой, қайдағы Сүлейфа кітап оқудан. Жарайсың, қызым, жарайды. Барып далаға әпкең екеуін серуендеп келіңдер. Кешке дейін үйде жата бересіңдер ма? Әпке, анам айтады, серуендеп келіңдер деп. Жарайды. Қыздар, ерте қайтыңдар. Қазір уже тамақ ішеміз. Примерно 1,5 сағаттардан кейін. Окей. Жарайды, Анаш. Және де мен мысықты жақсы көремін. Менің мысығым бар. Қазір сіздерге таныстыратын боламын. Бірақ менің мысығым қайда? Кет. Анашы, маған тиіспеңізші. Бірақ осылай. Мысық асырау осынша маған қиын. Жарайды, достар, біздің әпкелі сіңілі сериалымыз аяқталды. Всем пока.